Bunday soqqularda ko'p bokschilar жарыста жасай алмайды, кейбіреулер жасай алады. Жасай алатындар неге жасай алады? Өйткені әрдайым жаттығуда жасап жүргеннен кейін жасайды, дұрыс па? Сондықтан осындай соққыларды жасап үйрену. Бұл сезім талғам. Оң қолды жылдам тастаса қолының орнына жинап тастаса. Қорқасың. Жылдам болса, удардан аты болып келесің. Жылдам тастаса. Жылдам. Пожалуйста, таста. Пожалуйста. Қазір ағайын осы өкілі жүрді сол. Сен соққын жылдам болмай жатыр да балам. Мен көп қоймадым да. Сен біреумен параздан шықсаң, балам, сен ұйықтап қаласың. Ұйықтамайды деп журналист болдым. Ешкіммен параздан шықпай-ақ қой балам. Бірақ мен жігіт болғанда неше түрлі көшеде далада жағдайлар болады ғой. Сондықтан біреуді ұрмасақ та, біреу сені ұратындай жағдай болса, қорғану тәсілін жасап, қорғану істеп үйрену керек та соққыдан. Тасташы бол, жыламсың. Қорғану деп қойсын, таста бол. Неғып болсын, түсініп? Болмай барасың, оң қолдан таста бол. Тастай саласың. Таста бол. Ковра бол, қорқып отырды. Қазіргі соққыларды тағы да айтамын. Тастарды, таста бол, ұстап қой. Ұстады, қатты бол. Кетті. Таста бол. Алдың қол басқа, ұстады. Оң қол ішке, алдың қол басқа. Үш соққы бар. Енді бар, ашын тастады, жинау. Спокойно, түсін. Ұстап, асқан, таста бол. Ол, қи, жеңіл, аяқ қойғансың. Қолдарына, таста бол. Так, ту, жеңіл, анағын қолдарына. Бап жауып көрдім, қорқымды таста отырдым. Көріп балам, сен соққын өте жылдамды қас. Жай тастайсың. Тастаса, қорқып атсың ба, или жылдамдың үстінен болам? Давай, рахмет. Спокойно жүріңіз, таста бол. Так, қолдарына иық айттыған еміз, қолдарына боп жүреміз, түсіндір ма? Так что болай, қорқпаңдар. Соққыдан қорқпай, соққы беріп таста беріңдер, соққыдан қорғану тәсілін үйрене біліңдер. Түсінікті ме олар? Все.